пәндерінің макеті жобаланатын немесе іске қосылған ғимараттың, сәулет ансамблінің, қаланың көлемдік кеңістік бейнесі. Сіздердің назарларыңызға қосымша білім беру педагогі Атымтай Қапашұлы Жұманазаровтың қазіргі уақыт пен болашақ сәулетші көзімен атты жеке көрмесін ұсынамыз. Сіз макет жасаумен қашан әуестене бастадыңыз және әуестігіңіз неден басталды? Әуестігімен де ерте кезінде өзім өнерге жақын болдым да. Ерте кезінде одан кейін сурет салып, көркем сурет мектебін училищені бітірдім Алматыда. Одан кейін Қостанайда өнер факультетін бітірдім музыка жағынан. Содан кейін өнерге өте жақын болдым да. Құштарлығым үлкен осы өнерге. Сіз қай жерде сабақ бересіз және оқыту неден басталды? Негізгі істейтін жұмысым 18-ші мектеп қазақ мектебі. Онда көркем еңбек пәнінен берем. Осы 2006-тан бері. Енді сәулет өнеріне көбінесе мен 13-ші жылды, мынау 2013 жылы көркем шығармашылық мектеп ашылған. Осы Екібастұз қаласында. Сонда ең бірінші Алдабергенов Фазылхан Сейілханович деген методистіміз болды қалада. Сол маған осы үйірмені аш, осы сен қолынан келеді деп, сол үйірмеден бастадым. Оқушыларыңыздың сәулет макетінде қандай жетістіктері бар? Енді жетістіктері көп. 13-ші берді міне уже 8 жыл болды. Сол үйірмеде жүрген. Біз ерте сол көптеген көрмеге қатыстық. Шымкентте қатыстық. Дарын 15 деген жақсы жүлделі орындар алды балалар. Одан кейін Алматыда көркем фестивалі болды. Онда да қатыстық. Қарағандыда 1-ші, 2-ші, 3-ші тұлға халықаралық фестивальдерде қатысып, жүлделі орындар алды. Одан кейін Көкшетау қаласында халықаралық фестиваль болды, конкурс. Онда да жақсы дәрежемен балалар келді. Болашақта оқушыларыңыз қандай мамандықпен айналыса алады? Болашақта енді бізде үйірмеде осы 3 жыл берді, 3 жыл оқиды, 3 жылдан кейін сертификат беріледі. Осы сәулет үйірмесіне барып қатысып, Тамамдаған жайлы. Тамамдаған. Одан кейін үлкен жоғары орындауға түсуге мүмкіндігі үлкен. Өйткені олар ең бастысы үйренеді, қалай сызып, қалай оны құрастыру, пространствосын, масштабын тауып, өздері проекттер жасайды, научный проекттер жасайды. Келешекте қазір архитектура мамандығы өте сондай зор маман, жаңа технология бойынша өте тиімді де, керекті де ойлаймын. Болашақта алдыңызға қандай мақсаттар қойдыңыз? Енді мақсаттар көп. Ең біріншіден мына көрмелерді көп жерде көрсету, халыққа көрсету, балаларға көрсету, мына мектеп алас, сол осындай көрмелер жасап, балаларды тарту. Енді мақсатымыз үлкен, одан да бізде осы үлкен бір қазақи, үлкен бір біздің ұлттық бір қалашақ жасасақ деп ойлаймын. Сәулет өнерінде ең бірінші бастамаш бұрын, ең бірінші мына балалар қағаздан, картоннан жасайтын. Жай геометриялық денелерден бастайтын. Өлшеу, желімдеу, келтіру, масштабын табу. Одан кейін күрделілерге кететіне. Осында макеттер жасап үйренетіне. Оған енді кететін уақыт 3-4 сабақ кетеді. Өйткені бұл негізі қиындау істеуге, сондықтан да біраз уақыт кетеді, өлшеп, келтіріп, кескенше. Негізі материал жай картон. А3, А4 картондармен. Одан кейін бірте-бірте 2-ші жылы олар осындай пластикқа кетеді, көшеді. Пластикпен үйренеді, ең бірінші кесіп үйренеді, өлшеп үйренеді бұнда да. Ар жағын сосын дизайнерский жағдаймен түстерін өздері таңдайды. Енді әр жұмысқа кететіні бір айдай уақыт кетеді, 1-2 айдай уақыттар кетеді. Өйткені бұның бәрі келтіру, желімдеу деген өте қиын. Мынау енді макетқа келсек, бұл ғимарат Сыздықов Жасұлан осын түлектің бітіріп кеткен. Қазір Алматыда архитектурный факультет 3-ші курсында оқиды. Бұның енді күрделі, бұл көптеген көрмелерге қатысып, мына енді қарап отырсаңыз, асты, үсті, мұнан бәрі келтіру деген өте қиын сол. Келесі макетіміз Абай Жұлдыздың жұмысы. Ол да бітіріп кеткен түлек, былтыр бітірді. Бұл асықтың макеті. Келешекте осындай тұрғын үй,
асық ретінде салынған. Өзі жасап, өзі ойлап тапқан қыз. Енді бұл өзінің елімізде ең басты резиденция Ақорда деп аталады, Қазақстан дәл ортасында тұр. Бұл енді менің бірінші жұмыстарым. Көп уақыт кетті. Сондықтан да мынау жұмыс күрделі болғаннан кейін оның ішінде әртүрлі пластик материалдар кетеді, сосын аракал кетеді, шыны кетеді, оргстеклолар, сондай жұмыстар кетеді. Мына ғимаратымыз енді Павлодардағы Машқа Жүсіп атындағы мешітіміз. Қасындағы бұл Көшебаев Мерхат деген 7-ші класс оқушының жұмысы. Бұл Нұр ғасыр деген Ақтөбе қаласында тұрған мешіт.